Бүгін біз Қырғыздың ұлы инсаны, ұлы дегенге толық ақымыз бар. Ұлы инсаны, ұлы ақыны Элмирбек Иманалиевичті ақырғы сапарға ұзатып жатабыз. Мен алғаш ең ауылы Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Шарипович Жээнбековтің шул жерде тұрған жақындарына, туғандарына, экран арқылы көріп жатқан 6 миллион елге терең аза қайғысын айтып қоюға рұқсат етіңіздер. Президент өзі жеке шул жерге келіп, Элмирбектің башында тұрып, Элмирбек инісіне сөз айтам деп, өзінің тілеген, чын жүректен шыққан тілеген айттылы. Бірақ әмір, өзіңіздер біліп тұрасыздар, Қырдал бүгін башқа, Қырдал башқача. Ошондуктан өзінің аза кайгысын, өзінің шул биздин үйүзгө болгон чоң урматын, чоң сүйүүсүн айтып коюга, ошондой эле терең кайгырып атканына, ошондой Кыргыздын бир маданиятынын жылдызы учуп асманыбыз шундай жайда калганына аябай кайгыруу менен көңүл айтты. Барыңыздарга ошол президентибиздин көңүл айтысын айтып коюга уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бардуулукту узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга Кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Мына ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбек инибизде бар эле. Бүгүн биз Кет Буканы, бүгүн биз Калыгулду, бүгүн биз Балык Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сагынбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести, Айталаны, Туганбайды, биздин үйүбүз менен чогуу акыркы сапарга алардын уруху менен кошо узатып жатабыз.